Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Бүгін тағы да Кисінкайт туралы айтатын боламыз, бірақ бұл жолы сәл толығырақ алдыңғы видеода айтылмай кеткен нәрселерді осы видеода айтатын боламыз. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Кисінкайт дегеніміз не деп сұрап жатыр бізден? Кисінкайт ол университеттерге регистрация. Ол толық уже соңғы регистрация. Кисінкайт дегеніміз. Оған алдыңғы роликте Кисінкайтты істеу үшін әр студенттердің өзі келу керек деп айтқан болатынбыз. Енді осы жерде бір совет, тағы бір жол бар екен. Егер сіздің Турцияда бір группаластарыңыз қалып кеткен шығар осы жерде, мен сияқты, мен мысалы әлі елге оралған жоқпын, или болмаса уже бір жыл оқыған кезде сіз уже түріктермен араласып қалған шығарсыз, достарыңыз бар шығар, соларға доверие жасау. Оны сіз кетер кезде жасап кетесіз, или Қазақстанға кетіп қалған болсаңыз, Қазақстандағы нотариуске барып жасап, оны электронный вариантын досыңызға жібересіз. Ол осы жерде переводын жасатып, осы Түркиядан қайттан нотариально заверить етеді. Кейін сол бойынша сіздің жұмыстарыңызды осы жақта бітіре береді, сіздің келуіңіздің де қажетіңіз жоқ. Ал енді бакалаврлар Кисінкайтта қандай документтер өткізді, магистратуралар қандай өткізді, соны талқылайтын болайық. Онда бірінші бакалавр. Всем привет, меня зовут Луиза, и я поступила в ДОКУЗ Илюль на факультет международных отношений. Саламатсыздар, менің атым Диас, мен Алматы қаласынан келгенмін. Осы ДОКУЗ Илюль атты университетке түстім. Және де оның ішіндегі işletme бөлімі, işletme факультеті, жалпы қазақша айтқанда ол бизнес. Оның ағылшынша бөліміне түскен болатынмын. Год отучилась в Академии ТСР и, получив сертификат G1, делала регистрацию в ДОКУЗ Илюль. Недавно сделала регистрацию в ДОКУЗ Илюль, называется Кисінкайт, и хотела бы вам рассказать, какие документы мне понадобились. Оригинал аттестата с приложением, также апостиль, я его делала в нотариусе в Казахстане год назад. Получается, перед тем, как прилететь в Турцию, эти документы уже были со мной, я их уже сделала. Следующее – это перевод аттестата с приложением. Также я делала в Казахстане. Денклик. Денклик – это справка о том, что справка, подтверждающая аттестат. Ее можно сделать также в Казахстане, но некоторые студенты делали в Турции, и в принципе разницы нету. Следующее – это у нас ИКМЕД, Кимлик. Это как наше удостоверение, его вы получаете в Турции. Документы по оплате первого семестра – это квитанция, чек об оплате. Мой факультет стоит 6500 лир, получается это за весь год. Я оплачивала отдельно первый семестр, раздельно и второй семестр. За первый семестр я оплатила 3250 лир. И на этом все. Мен 6500 лира төледім, сол жалпы бір жыл үшін. Ол теңгемен санағанда 180 мың теңге болады. Фотография 5×6, 6 штук. Также вы можете сделать заранее сразу в Казахстане или же здесь, без разницы. Тааххютнаме – это справка о том, что вы можете жить в Турции и оплачивать стоимость обучения. Тааххютнаме я делала в Турции, мне в этом помогла Академия ТСР, сотрудники Академии ТСР, и они, получается, дают готовый образец-бланк, вы просто расписываетесь, и на этом все. Перевод паспорта и нотариальное заверение я делала в Турции. Это я с английского языка перевела на турецкий паспорт и также в том же месте нотариально заверила. И следующее у нас бумажка поступления, это Öğrenci Belgesi. Эту бумажку вам дает ДОКУЗ Илюль, отправляет вам на почту. Вы должны будете его распечатать и обязательно прийти с ним на регистрацию. Сертификат G1 я его получила в Академии ТСР. Нужно будет сделать его подтверждение в самом языковом центре ДОКУЗ Илюля. Совершенно бесплатно, занимает по времени. Его делают в течение дня, но максимум на следующий день он будет готов. Мен болатын болса, томер сертификатын тапсырмағанмын, өйткені менің ағылшынша бөлімі болған үшін мен ағылшынша емтиханға кіруім керек. Сол ағылшынша емтиханға кіргеннен кейін өтпей қалатын студенттер бар болса, олар жарты жыл ағылшынша оқиды. Ағылшынша міне осы біздің томер курс сияқты оқитын болады сол университетте. Және де олардың өздеріне байланысты олар курсты жалғастыра ма немесе оқуды емтиханына байланысты болады. Емтиханды қалай тапсырса, сөйтіп оқуын тез арада бастайды. Если рассказать о городе и университете,
Университет мне очень нравится, входит в топ-20 университетов по всей Турции, имеет хорошее качественное образование, обширный вариант факультетов, есть многие специальности. 950-ге мен түскенім, ол мен ЙОС емтиханын тапсырып түсіп кеттім, сол жалпы алған балым 50 балл. Бірақ ол жерде табан план дейді оны, ең кішкентай алатын балл, және де ең көруге болатын балл ол 40 балл. Сол 950-ге түскен үшін қуаныштым, өйткені 950 орналасқан районында күшті. Сол 950-де өзімнің қалаған мамандығыма түскенім үшін мен өте қатты қуаныштым, және де өзіме де ризамын, және де осы жерге келгеніне де ризамын. Өйткені Қазақстанда болатын болса, мен өзімнің осы бизнес түсетін факультетіме шыны керек 1 миллион 500 мың теңге беруші едім. Бірақ мына жерге төлеп жатқан ақшам ол 10 есе дейікші, 10 есе арзанырақ. Что касается города, город Измир, он мне очень понравился. Первое, что мне понравилось, это климат. Второе, хорошие цены, очень доброжелательное население. Не как в Стамбуле или в других городах Турции. Нету пробок, цены доступные, приемлемые. И опять же таки климат. Прекрасный климат. И также есть у нас рядом море. Измир маған өте қатты ұнайды. Измирде ыстық дейді, экваторда орналасқан, осындай, мұндай. Жоқ. Измир күшті, бірақ қысы суық. Өйткені мына жерде ылғал, теңіз ылғалы бар үшін ол суықтау болып келеді. Бірақ жалпы жазы күшті, қатты суық емес, және де қатты ыстық емес. Тең. Алматымен тең. Что бы я хотела бы пожелать будущим студентам? Это, конечно же, первое, не бойтесь, и это все осуществимо. Также Турция – это прекрасная страна, это прекрасные возможности, новые знакомства, и я в вас верю, у вас все получится. Болашақ келетін студенттерге айтатын өзімнің кеңесім және де ұсынысым: ЙОС-тан қалмаңдар, тілді оқыңдар, және де аттестаттарында мысалға орта балл жаман болатын болса ше, енді ЙОС оқыңдар, математика оқыңдар. Сол айтатын кеңесім. Ал енді магистратураның қарап көрейік, олар қандай документ тапсырды. Бізде Бауыржан бүгін кесін кайытты жапты толығымен жаптың ба? Болмады, ты теперь студент. Сентябрьдің соңында параларды жаңағы сабақтарда не істейміз, сабақтарға регистрация жасаймыз. Сабаққа регистрация жасаймыз. Сен қазір полноценный 950-дің студентсің. Ол толық ақшасын төлеп. Education certificate. А сен енді осымен визаға да тапсыра бересің, е? Да, бірақ мына жерде жазып тұр, типа неге семестрге әлі регистрация істеген жоқ деген. Ол сентябрьде ма? Бірақ мына қағаз уже берді жаңағы не сияқты, уже студент екенін білдіретін нені. Құтты болсын, бро. Осындай досье тапсырасың. Рахмет. Аты жөнін, қандай факультетке түсетін, студенческий номер, аты жөн, папа маманың аттары, там туған күннің қандай университеттен келіп тұрғанын, мына жерге аты жөнін, номер студента, мына жерге телефон номер мен жаңа почта, ішінде паспорт аудармасымен түркше, транскрипт, диплом аудармасымен, ниет мектебу. Ну, получается, я хочу в этом Докузуилюле учиться. А да, мотивационное письмо, ма? Да, мотивационное письмо. Так, что еще было? Ну, получается, паспорт, диплом, транскрипт, мотивационное письмо. Магистратураға еще не керек қой, резюме ма? Да, еще резюме. Все? Рекомендательное письмо для тестсіз студентов не нужно. Только тезли и рекомендательное письмо требуют. N-1, и он должен академический быть с университета. И оқыма танымы белгісі, бана е? И оқыма танымы белгісі. Болды ма, осылар қандай керек па? И JB сертификат, получается, надо будет, если до Кузилюль, то ехать надо... Алсанжак. Как его? Да, в Алсанжак, там заходишь в кабинет, просто женщине сертификат даешь, она тебе просто ставит. Егер олар сұраса 950 керек десе, сұрай ма екен? Сұрайды, бәріне сұрайды. Да? Сен барып қайттың ба бұл? Иә, барып Кеше қуанатқан барған жоқпын деп. Енді менің паспортым шевересі жоқ пока.
істей салу керексің. Солай, в общем, 950 10.500 семестр. Я соны енді сұрайын деп қалған, бағасы семестрі 10.500, 21.000 жылына. жылына 21.000, ол Ол тестсіз yüksek lisans. Тезли 6.500 где-то. иә. Тестсіз еще Тестсіз примерно теңгемен шаққанда бір 600 мыңдай болады ғой. 500. Тестсіз 600 мың болсын. Иә. 580 сондай. Иә. Жуық. Сол? Тестсіз деген ол сен... Тестсіз деген ол 2 семестр академический оқу. В смысле, будет пары, 2 семестра. На 3-м семестре будет проект. Не вместо диссертации, там проект защищаешь. Как я понимаю, проект это не такая, это не на 80 страниц, не диссертация из 80 страниц, какой-то небольшой проект делаешь и его защищаешь. Я думаю так. Тесли деген, біз Теслиді айттық қазір, Тестсіз? Тестсіз, да. Тезлида тоже 2 семестра академические предметы, потом 2 года дается на защиту диссертации. Ты можешь защититься сразу же, за год, может за 2. Ну, говорят, очень тяжело защищаться, потому что я у турков спрашивал, они, ну, тем более мы иностранцы, нам защищаться сложновато. Тесли ол диссертациямен, тестсіз диссертациясыз. Тесли оқысаң ары қарай докторатура жалғастыра бере аласың, тестсізді жалғастыра алмайсың, бітті осымен. Мысалы, Қазақстанда, допустим, оқыған кезде, мысалға, онлайн, дистанционное образование деген бар ғой, ол тоже қымбат қой, неге қарағанда. Очный, заочный мен очный сияқты ғой. Заочный қымбаттырақ, а очный сәл аздау, потому что постоянно кетіп тұрады. Ол андай тестсіздерге обычно түріктерге қарасам, ол жұмыс істеп жүргендер ғана тапсырады екен в основном. Там есть еще тестсіз yüksek lisans немен онлайн бар екен даже. Сондай да бар екен. Дистанционный да. Ол да тоже 10 жарым. Егер Тесли оқитын болсаң, арзан төлейсің, 6000 ғана лира бір жылға, ол примерно 300 мың теңгедей. Бірақ көбінесе оған айлес сұрайды, Теслиға айлес сұрайды көбінесе. Бірақ айлес сұрамайтындар да бар. Бакалаврдың көбісі біздегі түсіп отқандар көбісі сол неме ба? Оларынкі Тесли ма? Бакалаврды бөлмей ма? Ондай бөлмейді ғой. И Тезлиде, там, допустим, 9 в Тезли, единственное условие было, там можно было все те же документы сдать, просто в рекомендательном письме от университета должно быть рекомендательное письмо. И все. Это там одно хватает. С университета, если взять рекомендательное письмо, можно было также поступать мне, допустим, на магистратуру с диссертацией. Просто из-за того, что я не хочу учиться 2 года или более, я беру именно без диссертации. Получается, сенен айлес сұрағанда жоқ па? Неде? Даже Тесли? Теслиде тоже айлес керек жоқ. Понятно. И бағанағы баға 10500 деген, в принципе, ол бүкіл көп университеттерде сондай баға, иә? Тек 950-де емес. В этом году, получается, подняли сильно, получается, почти в 2 раза стоимость обучения, где-то в 3 раза. Где-то в 3 раза. Раньше, допустим, сколько стоило? Тезли, не знаю, сколько стоило, но если брать Тезли, то в прошлом году один семестр стоил 3000 лир. В этом году уже 6,5. 2 раза подорожал. Но сен қазір бір жылға 600 мың шығып жатыр, ол саған ол выгодно ғой по-любому, да? Мне выгодно, потому что если бы я условно в Казахстане поступал бы в казну Аль-Фараби, было бы 2 миллиона 200. Это 6 арзан болды. Да, конечно, лучше за границей учиться и получать здания, иностранные здания. Во-первых, будет котироваться намного выше, и даже, допустим, на госслужбе, если ты закончишь университет заграничный, тебе дают больше тебе дают, допустим, если ты мог претендовать со своим образованием на нижнюю позицию, то с дипломом зарубежным ты можешь претендовать на 2-3 позиции выше сразу же. Это тоже большой плюс. Четко. Что, теперь ты рад? Поступил наконец-то? Теперь будем думать, что делать дальше, где подаваться на ИКМЕД или на ВНЖ, или поехать в Казахстан. И, получается, учеба же начинается только в конце сентября. Еще есть время. Да, время 2 месяца. Будем думать. Раньше переживал,
Түсем ба, түспейм. Его проблема с этим, именно на мне база почему-то не хотела регистрацию сделать. Бағана И ма? да, я с 12 часов там сидел. А все, кто приходили, студенты казахстанские, там Абулкасым, Айдана, они пришли, заполнили, ушли, все. Сенкінде ғана сондай Да, у ашық. меня и там 2 азербайджанца, и у одного турка также было. Уф, а теперь... Так что там, когда оплата, там, то все, онлайн лучше ничего не делать. Лучше делать это все. Есть банковское приложение, там входишь, Докуз-и-Люль находишь, оттуда платишь, чем через сайт их, там где-то может деньги застрять. Вот, а один мужик 3 раза оплатил. В смысле, да, не вернули? Нет, просто- вернут, конечно, А. но он 3 раза пришлось оплачивать, чтобы она как-то упала на счет Докуз-и-Люля. Да. Такие страсти, потому что там были. Достар, енді сіздерге икамет жайында қысқаша жаңалық, біздің уақытша временный тұратын неміз, удостоверениемізді соны алу. 2022-де қазір май айынан бастап өзгерістер пайда болды. Егер сіз общежитие емес, квартирада тұрам деген студенттерге бұл әсіресе қатты керек ақпарат. Мына списокті қараңыз, осы списокте квартираңыз осы списоктерде болмау керек. Егер осы списоктен алсаңыз, квартираны сізге ВНЖ бермейді. Удостоверение аламайсыз. Сіз ВНЖ аламасаңыз, онда Түркияда 3 айдан артық жүре алмайсыз. Ары қарай штраф төлейсіз. Ал штраф жағынан келетін болсақ, мен алдыңғы видеода айтқанмын, егер біздің икаметіміздің уақыты бітіп, сіз кесін кайтқа тағы 1 айдай уақытқа қалатын болып жатсаңыз, ол кезде сіз Турциядан шығып келгеніңіз дұрыс деп айтқанмын. Ал негізінде, егер 1 айдың ішінде үлгеріп, мысалы кесін кайттың уақыты алдын ала белгілі болады. Мысалы сіз июньда жүрсіз, кесін кайт июльдің там 22-сі дейсіз, 22-сінде уже полный жауап бітесіз. Сіз билетті кейін 25-теріне аласыз да, сол 25-не дейін сіз еш жерге шықпай-ақ, просто жүре бересіз осы жерде. Кейін сол 25 күнге штраф төлейсіз. Уағалейкум ассалам. Я Қазақстанға кетіп қалдым, аман есен жеттік. Примерно 20-сы бітті ғой менікі, 20 июнь бітті да, потом барып 10, тағы 27-сі кеттім ғой. Примерно 37 күн болып кетті ма сонда. Оған 1050 лира төледім ғой, короче, көп жүрмеу керек екен. То штраф көбейеді жестко. Менің группаласым осы жерде қалды, сөйтіп ол 37 күндей осы жерде болған, 37 күннен кейін барып шыққан, соған ол 1050 лира штраф төлепті, ол теңгемен 30 000 теңгедей болады. Егер сіз алдын ала білсеңіз уақытын, кесін кайттың, ол алдын ала белгілі болады. Сол уақытқа егер 1 айдан қатты аспаса, сіз осы жерде еш жерге шықпай-ақ, осы жерде қаласаңыз да болады. Ол да 30 000 теңге ғана кетеді, ол жақсы. Сіз ең арзан дегенде біз алдын есептеген кезде, алдыңғы видеода есептедік, сол кезде бір адамға 150 000 теңге шығып еді. 100-150, оның қасында мынау еш жерге кетпейсіз, просто уақытыңыз 1 ай штраф төлейсіз, 30 000 теңге. Бұл жақсы вариант болып тұр. Тағы айта кететін бір жаңалық, келесі жылға осы алдымызда біздің сентябрьде келе жатқан студенттерге бізде Yükseliş общежитиясы бағасын көтеріп жүргеннің кесірінен ол біздің Тасари академиясы ол немен Yükseliş общежитиясымен договорды бұзған болатын. Енді ол жаққа студенттер жібермейді. Қазір үйге юрт қап тұр. Одан бөлек тағы бір общежития шығып тұрған сияқты, новый, оны әлі ешкім видеоға түсірмеген. Сіздерге соны көрсету мақсатында осы келесі видео, наверное, сол шығып қалатын шығар. Сол общежитияның ішін көріп, бағасын, іші қалай екен, жататын жерлер қалай екен, соның бәрінен обзор жасайтын боламын. Сол үшін жіберіп алмаңыз, көріңіз, күтіңіз.